Құрметті оқушылар, бүгін біз 5 сынып Қазақстан тарих пәні бойынша 1-тоқсанға арналған 90-дық жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларды талдап орындайтын боламыз. Алдарыңызда бағалау спецификасы берілген, тапсырма түрлері және 8 тапсырмадан тұрады. Бағалау тапсырма сипаттамасы бойынша бөлім бізде Қазақстандардағы ежелгі адамдардың өмірі, тексерілетін мақсаттар, қазақстандық ғалымдардың археологиялық жаңалықтарын білу, ежелгі адамдардың кәсібін сипаттау, еңбек құралдары мен қару түрлерін сипаттау, археолог деректерге сүйене отырып, Андронов және Беғазы Дәндібай мәдениеттерін белгілерін анықтау, алғашқы адамдардың наным-сенімін сипаттау, ойлаудағылардың деңгейі, тапсырма саны, тапсырма түрі, орындау уақыты, қанша қажет ететін, одан кейін бізге қанша балл шәкіл жинау қажет, бұл бізде 20 балл қажет жинау. Онда құрметті оқушылар, тапсырмаларын танысып өтейік. Бірінші тапсырма бойынша көп жауап нұсқаларын бір жауап таңдап беретін боламыз дей сұрақтарын. Келесі сұрақта еңбек құралдары мен қару түрлерін сипаттау алдарыңызда сурет белгіленген, біз атауын және ерекшелігін айтуымыз керек. Келесі тапсырма бойынша деректі оқып, Андрон және Беғазы Дәндібай мәдениеттерінің белгілерін анықтайтын боламыз. Келесі алғашқы адамдардың наным-сенім атауы мағынасын сай сәйкестендіретін боламыз. Онда құрметті оқушылар, өз жұмысымызды бастайық. Бірінші тапсырма бойынша көп жауап нұсқаларын бір жауап таңдайтын белгілеуміз. Бірінші сұрақ: ерте тас ғасыры тұрақтарының ең көне ескерткішінің табылған жері, ол әрине бізде Шақпақ-Ата мен Арыстанды. Бұл Қазақстанның оңтүстік Қазақстанында орналасқан, құрметті оқушылар, оны біз білеміз. Бізде бұл Қаратау жотасындағы оңтүстік Қазақстанда ең ежелгі адамдардың өмір сүрген, біз оның тұрақтары арқылы біз білдік. Екінші сұрақ: ерте тас дәуіріндегі әйелдердің негізгі кәсібі, ол әрине терімшілік. Біз бәріміз білеміз, құрметті оқушылар, ең алғашқы адамдардың кәсіпшілігі аң аулаушылық, одан кейін терімшілік болған. Бұнда терімшілікпен көбінесе әйелдер негізгі кәсіп болған. Келесі сұрақ: Қазақстандағы алғашқы палеолиттік ескерткішін ашқан археолог, бұл бізде Алпысбай. Зайберт тапқан мәдениетін, бұл бізде Ботай мәдениеті. Малды қолға үйрету бастап қалыптасу кезең, бұл бізде мезолит дәуірі, құрметті оқушылар. Келесі тапсырмада еңбек құралдары, қару түрлері сипаттайтын болсақ, бірінші суреттер бейнеленген, соны атауын жазып, ерекшелігін көрсететін боламыз. Бірінші бізде шоппер, тас шапқы. Ерекшелігі: бір жағында жүзі бар құрал шоппер аң еті мен ағаш кесу үшін пайдаланған. Алдарыңызда міне гарпун бейнеленіп тұр суреті. Бұл гарпун ұшы сүйектен жасалған сүңгі, теңіздегі аңдарды аулау үшін лақтырып шаншитын ұзын баулы найза. Және қолшапқа, оның ерекшелігі: пішіндері найза ұшы немесе бадам дәні тәрізді болған, ұзындығы 10-20 см, салмағы жарты немесе 2 кіледей болады. Аң аулауда қолдану түрі. Келесі сұрақта деректерді оқып, Андрон және Беғазы Дәндібай мәдениетін белгілерін анықтайтын боламыз. Андрон мәдениетінің 3 ерекшелігін анықтаймыз, және Беғазы Дәндібай мәдениетінің 2 белгісін көрсетеміз. Андрон мәдениетінің 3 ерекшелігін анықтайтын болсақ, бірінші ерекшелік: металл өңдеу игерілді, кен өндіру мен металл өңдеу ісі өркендеді. Екінші, мал бағудың көшпелі түріне көшу қалыптасты. Үшінші, жер өңдеудің қарапайым түрі, кеселі егіншілік дамыды. Беғазы Дәндібай мәдениетінің 2 белгісін көрсететін болсақ, бірінші белгі онда діни сенімі, екінші саяси әкімшілік орталығы, өндірісі мен өндіргіш күштері дамыған. Келесі алғашқы адамдар мен наным-сенім атауы мағынасын сай сәйкестендіретін болсақ, бірінші анимизм дегеніміз адамдар, заттар және басқа да қоршаған ортаның құбылыстарды басқаратын жануардың рухы бар екенін сену. Оны білеміз, анимизм кезде ол өлген бейіттерге қызыл бояу жағып болған, құрметті оқушылар. Екінші тапсырма тотемизм дегеніміз, тотемизм адамдардың шығу тек жануардың өзіндіктерін байланыстыратын сенім. Мысалы, Ресей бұрынғы халықтары ол аюмен, ал үндістер өздерінің ата-бабаларын бұғымен байланыстыратын болған, құрметті оқушылар. Үшінші фетишизм дегеніміз, ол архаикалық мәдениетіне тән жансыз заттарға қасиетті табыну. Және магия дегеніміз, ол алғашқы қауым адамды ойының көрінісі және жаратылыстан тыс күштерге, әртүрлі сиқырлы құбылыстарға сенуді білдіреді. Оны магиялық мысалға айтатын болсақ, бұрынғы аналарға шығатын болса, алдын ала бұғының, не сол аулайтын бизондардың суреттері бейнелеп қойып, соған найза лақтыратын болған барлығы. Бұған бір себеп: біз аң аулап шыққанда тез ауланады, біз соны сиқырлаймыз деген сияқты өздерінің ойлары болған. Міне, құрметті оқушылар, біз барлық талдап болдық. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса жазыңыздар. Мен әр уақытта сіздерге сұраққа жауап беруге дайынмын. Алдарында сынақтарға сәтті өтсін. Келесі кездескенше аман есен сау болыңыздар балалар.